Картадағы мына көлденең сызық экватор сызығы деп аталады. Экватор жер шарын дәл ортасынан солтүстік және оңтүстік жарты шарға бөледі. Бұл экватор сызығы құрлықта 10 елдің үстінен өтеді. Оңтүстік Америкада Эквадор, Колумбия, Бразилия, Африкада Габон, Конго Республикасы, Конго Демократиялық Республикасы, Уганда, Кения, Сомали. Ал Азияда экватор тек Индонезияның үстінен өтеді. Сонымен қатар Мальдив, Соломон аралдары сияқты кейбір аралдардың маңын қиып өтеді. Енді басты сұрақ, экватордың үстінен өту не береді? Қазір ең қызық физикалық және табиғи әсерлерді айтып беремін. Экватор тұсындағы елдерге күн сәулесі тік түседі. Сол себепті бұл аймақтар тез қызады, қыс болмайды және жыл бойы күн мен түн тең, яғни 12 сағат күн, 12 сағат түн. Экваторда жердің айналу әсері нөлге жақын. Физикада бұл Кориолис күші деп аталады. Мысалы, видеода көріп тұрғандай, оңтүстік жарты шарда су төмен қарай аққанда сағат тіліне қарсы айналады. Ал солтүстік жарты шарда керісінше сағат тілімен айналады. Ал тура экватор сызығының үстінде су мүлде айналмайды. Сол себепті экватор маңында тайфундар мен дауылдар әлсіз немесе мүлде пайда болмайды. Бұл аймақта ылғалдылық жоғары, температура жыл бойы тұрақты, тропикалық жаңбырлы ормандар жақсы дамыған. Сондықтан экватор үстіндегі елдерді әлемдегі ең ыстық жерлер деп айту дұрыс емес. Өйткені қатты ыстық болу үшін күн сәулесі ғана емес, жердің құрғақ, шөлді болуы да қажет. Ал сіз экватор үстіндегі қай елде болдыңыз? Комментарийге жаза кетіңіз. Осындай қызықты ақпараттарды жіберіп алмау үшін парақшама тіркеліп алуды да ұмытпаңыз.